Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бұл мен Санчо. Мен бірге блогершаныңыз десе, Таганрог серверіне кіріңіздер. Санчоның өмірі екінші бөлімге қош келдіңіздер. Ал енше бұда да көптеген қызықтар болады. Ал енше мен көп сөйлемей видеоны бастайтын болам. Мен видео басталсап атымды Санчо на работа деп өзгертетін болам. Өйткені менің атым басқаша тұғым. Ал енше мен ойындағы атым Санчо на работа. Ал енше мен эвентті менде 22-де жүрген екен, мен ақшамен тағап, стандартный кейсті ашқым кеп тұр, сол үшін мен ақшамен тағап түсетін боламын. Үстіп так, мені жарты ақша кетіп қалады, бұл да әжептәуір ақша кетеді. Мені біз 25-теміз. Мен қазір стандартный кейсті аламын да, қазір ішінен не түскенін бірге көретін боламыз. Так, нәжден бұлай қашпасам, ато не аш деп шықтыр, так, и біз нәжден reward деп жазатын боламыз. Rewardтан стандартный кейсті ашып, алып резкі стандартный кейсті ашатын боламыз. Так, инау 1000 экспертінді алсақ, кеттік алғанше. Ал мінекей ағайындар, стандартный кейс ашамыз. Ішінен бізге так, машине болмаса так, бұлайнан блок койын түсіп кетсе деп дәмет етіп тұрымда екен тәуі. Так, бір тактика жазап көреміз. 2, 3, 4, 5 и 6-шысын басатын боламыз. Так, бізге қанша рубль? 600 рубль түсті. Ну, нормальный, басқа аксессуар болмайтын заттан түскенше 600 рубль, ол нормальный деген сөз. Инау, Мерседес сататын болам, маған подарка берген Чико дейтін роднойым. И мен, бұны 1 600 000 сатып жібердім. Бері кесім берді енді, Вообще айтқанда. И мен, осыны Skyline көрдім. 1 300 000, спорт ішінде дрифі бар екен, әдем бағаға кеттім деп ойлаймын енді. И жаңағы Skyline'a, мен осындай бампер, анау қойған жараса ма, жараспай ма, соны көріп жатырмын. Ал енді так, мен осы артқы бамперге осыны, и так алдына мен так бір қарап жүрек, исіп кесе, алдына осыны 7 рубльге осыны қойдым. Ал енді біз так бұдан шығып, так біз төбесінен крыша жараса ма, жараспай қалама сол. Так, түсін өзгерсек жараспай қалатын сияқты керек емес. Так, бізге так күрішек осы так біреу, осы екеу әдем көрінетін сияқты. Екеуін қойық 16 рубльге так. Нандай, так, бұдан біз бір көрі жүрейік. Пайдей, осы біріншісі жақсырақ сияқты еді. Спунер көрейікші бізге. Болмастан саласылайық бірінші осыны сау жүрейік. И, шамызда спунер көрейік. Так, спунер дәу тұрыс бәлде, кішкентай тұрыс бәше. Бір ойлап тұрғанмын, дәу бұлай көрінеді екен. Так, примерно дәу әдем. Ал енді так, бұл машине мен түсін резкі, түсін мен түсін мен таңдап тұрдым да, көкте ма, болмаса так, жарыспай қалатын сияқты ма, дедім да, и болмаса мен не қоя салайын бұған? Винил қоя салайын. Винил жарасатын сияқты болған қыстың винилі бар еді, бір аяз атам суреттер алма, сон қойып алу керек. Так, оны тауып алсам, и на беттерде ма, так, сары, бұл емес, бұл да емес, так, міне, бұл емес, и нау да емес, так, міне осы, міне аяз-атан әчке тауып артында екі несі тұрады, и 56 рубльге қойдық, Ал енді так, дискасын светін так қызылға қоямыз, бұнда қып-қызылып әдем көрініп тұрады да жады. Зор ма, так, и біз, ойланып тұрымда қызылға аққа қояма осы. Қызыл мен ақ әдем кететін сияқты. Қып-қызыл диска қойғанша аққа қойған дұрыс, Енді біз жерде светінде қызыл светке бояғым кеп тұр менің. Ина жерде қып-қызыл свет таңдаймыз да, қоятын боламыз. Ал енді бізде 33 000 рубль минус. Так, бұда свет бар екен. Жаңағы Чико дейтін досында, бір BMW бар екен, сол BMW-сын сатамын дейді. Алатын болсаң ақпал деді. И мен қуана келістім. BMW-сы әдемі үші бұның, так. И маған бұл сатам деп айтты. Ақпал деді маған.
ал мен ехала дедім. Так бумагасы тастау керек. И маған тастады. И мен бұны қабылдаймын. Так Зазик и сосын BMW-ны басады. И мені басып отыр. И мен бұған тапылады 1.300.000 ба берем. 1 миллион, ровно 1 миллионға сатып алдым. Короче, BMW-сын өте соска BMW, короче, айтамайым. Зор BMW-ны енді. Ішінде спорты бар, бірақ зор да. Өзіме ұнады. 1 миллионға стоит деп ойлаймын енді. Өйткені жағдай зор да бұл BMW-ның ше. Түрі де соска да, жүрісі де әдемі, изінс жоқ бұл BMW. Зор бұға вообще. Ағанға өкінбеймін омен. Көріп тұрғандарыңыздай, тағы да мен Чико дейтін роднойымнан осы 99-ды алайын деп отырмын. Бұл 99 full енді, бұны маған 400 мыңға берем деді. И мен ехала дедім, короче. И бұда спорт плюс дрифт спорт бар екен. И пневма бар. И рахмет от души дейміз да, короче. И біздің мені 99 мені спорт плюс дрифт. И бізде комфорт жоқ, комфорт плюс спорт бар. И так мені бізде full свет бар еще. Так мені бізде full свет бұл. 99-ында жағдай ләлә ғой, короче, әдемі. Уже мені, короче, Skyline чинуктадым. И мен бұл балаға 1.4-ге сататын болым. Өйткені бірден жоғарыға уже овердек бетті. Өйткені тока спортқа бұда. И мені мен уже қазақ бала, ішіна қазақ бала екен, бұған 1.4-ге сатып жүрдім. Енді давай. Короче, жаңа Чикодан сатып алған 99-ның бар емес па? Соны 450-ге сататын болым. Өйткені бұдан жоғары сатайын десем, бұда изюнс бар екен. Мен оны көрмей қаппым, короче. И мен 450-ге саттым. Вообще, короче, сөйтіп қарап басам, ревардында 2 бомжарс кейс бар екен. Екеуін де алдым. И біздің біріншісінен заз түсті, короче. Екіншісінен де көрейік. Ой, VIP сервер түсті. Бұны резко госқа тастайтын боламыз. Анан мен егер селкарға тастайтын жерім өзіме алып, қазір госқа тастайын бұны мен. Короче, мен жаңағы Чико дейтін бауырымнан, короче, и Дигл сатып алайын дедім. Дигл алайын десем, просто өзімде лицензия жоқ. Лицензия болғанда менде, короче, законға 27-ақ. Ал оған 100 законға керек, тем более. И мен оны жинауды еріндім, короче. Со Чикодан 400 мың рубльге со Дигл сатып алайын деп жатырмын. Қазір ол маған трейд тастайды. И мен трейд емес, короче, обмен жасаймыз машинамен. И обмен арқылы мен Зазикпен Зазик ауыстырып Диглды алатын болам. Мені маған, короче, обмен лақтырды. И мені так и бұл Зазик таңдайды. И мен де Зазик таңдаймын. И мен болған, короче, мен таплата мен 270 мың рубль қосып беретін болам. Дигл примерно 270 мың алып тұрмын ғой мен. Так. И кеме тұрған так таңда жазып отқан жер. Міне 270 мың кеп тұр екен. И біз ойланбастай баса саламыз. И міне, короче, біз Зазиктің артынан, короче, Диглымызды алатын боламыз ғой өзімізге. Жаңа армандап отқан міне артында Дигл тұр. Ал енді біз шамызда Инво дейтін команданы жазып, и мені Диглды бар қоп қоятын боламыз. И әдемі кетті. И, короче, мен өзіме мынандай аксессуарлар құрайым деп шештім. Аны болмайтын іске мен жалығып кеттім, короче. И біз өзімізге аксессуар алатын боламыз. Енді ақша бар кезде алып қалу керек та. Так, мен өжде 15 мың теңгелік масканы ағым кеп тұр. И сосын так маған шарф керек болып тұр. Так, шарф қайқа кетіп қалған. Ей, шарф жоқ па не аяқта? Короче, шарфпен міне. Шарф 300 мың рубль тұрады екен. И біз 300 мың рубль алдық алды. И, короче, дальнобойщик жұмыс жасайын десем, аяқта қарасаңыз қанша дальнобойщик пақет етіп жүрген. Мына жерде типа бір фаманың камаздары болып тұр екен. Ал енді біз өзіміздікіне отырып кете берейік ары қарай. И жаңа осы BMW-ны алдым ғой мен Чико бауырымыздан 1 лямға алдым. И мен бұны тезірек 1,5 лямға сатып жіберетін болам. Мынау балаға, короче. И мен ойланбастай келдім. 1,5 лям дедім. 1.500.000 дедім. Ехала деді, отырып алды. И так, мынау алмай жатыр. Анау паспорт сұрап отыр ғой, соған бере салшы. Мынау қазір алмай баратса, мынау екінші вариант болып тұра берсін. Мынау 10 секунд. Бұнда, короче, обновление кейін қыты қылып тастаған ба, бір затты бұрында резко жібере беретін Томсон. Ал енді мынау екінші вариант алады ау что-то. Жоқ, бірінші вариант алады. Дұрыс, оригинал ғой екен. Видеоны
барынча өте ұзақ қылып шығаруға тырыстым. Ал энче видео өте қызықты болды деп ойлаймын. Айтпақшы достар, мені досымның менің Чико дейтін арнасы бар. Осыған тіркеліп лайк басып кетейік. Ал энче давайте.